Всем привет, қалайсыздар? Менің влогыма қош келдіңіздер. Мен бүгіннен бастап, қазір бізде сағат 5:30. Таңертеңнен бірде тамақ жеген жоқпын. Тек қана су және шай іштім ниетпен. 7 күн голодовка ұстайтын болдым. Білмеймін енді қашанға дейін шыдаймын. Но алдында мен 3 күн голодовка ұстағам. Маған күшті көмектесті. Менің каналым ұнаса, маған лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Және видеоны соңына дейін көріңіздер. Состояниемді көресіздер, короче. Жұмыстан шықтым. Блин, достар, қарным ашып тұр. Еще ютубты қарап отырсам, инстаграмда қарасам, алдынан барлық тамақ шығады ғой. Қазір үйге барып балаларға тамақ істеу керек. Машинамды қыздырып отыр. Блин, қанша мачки бар, машинам іші кір болып кетті вообще. Шаң жуу керекпінді. Мына жақта 2 очки. Мына жақта тағы 1 очки. Баста тағы 1 очки. Короче, очки жетеді менде. Үйде бар еще очки. Очкидің фанатымын ғой мен. Все красивый тема. Кто? Осылай жүреміз. Бізде сорпа пісіп жатыр. Бағана айту керек, қызыма салып қойшы деп. Көбігін алып тастаймыз қазір. Бүгін ашығудың 2-ші күні. Кеше қатты тамақ жегім келді. Білмеймін, ойладым мүмкін кішкене печенье жейін деп. Но сөзінде тұрдым, жеген жоқпын. Су да ішпедім айтпақшы, 6 таңе су ішуге болмайды дейді ғой. Кеше мына коллагенді, витаминдарды ішуге ұмытып кеттім. Ашығу кезінде таңертең бұл витаминдарды ішу керек. Қазір весті көреміз қанша болған. Қазір осыларды ішем. Витаминдар, алдында коллагенді ішкем. Омега, цинк менде. Осыны ішіп аламын қазір. Блин, алдында голодание болғанда бәрі оңай болған. Қазір қиын болып тұрған сияқты. Тамақ жегім келе береді.
жүрмін. $10.000 шақ жасамасам да, кішкене арасында 4.000, 3.000 солай жасаймын. Қазір күн салқындап кетті. Именно күн салқындағанда голодовка ұстағандай тұрды. Осы күн салқын кезде астық бауырсақпен шай ішіп, плотно тамағымды ішіп алғанда ғой. Ладно. Зато менде бүгін весіда -1 килограмм. Күшті прям. Жұмыстан кейін осылай супермаркетқа кіріп, балаларға үнемі тәттілерін алып, продукт алып үйге осылай аралап қайтамын. Одан кейін Айсара тәтті әлеміне барып, бұл біздің жақта ауылда орналасқан күшті кондитерский магазин. Барлық бар ғой, енді дубайский шоколадқа дейін. Мына жерде чизкейктер, бауырсақтары деген өте керемет. Ана жерде чебуреки көріп тұрғандарыңыздай, торттары да бар, булочки. Мына жерде рулеттеріне дейін бар екен. Мен тек қана бауырсақ пен булочки алдым балаларға. Қазірге шай ішуге. Болады, аха. Ой, рахмет. Тестаның ию алған жоқ. Голодовкада болсам да балаларымның қарнын аштырмаймын. Манты істеп жатырмын. Амен маған көмектесіп отыр. Так, бүгін менде голодовканың 3-ші күні. Ертең тағы ұстаймын. Таңертең түстің кезінде басым ауырды, кешке қарай сағат 6-ға дейін басым ауырды. Сосын нормально болды, қазір нормально. Чувство голода жоқ. Бүгін менде ашығудың 5-ші күні. 7 күнге шыдай алмадым. Осы 4 күнмен шектелдім және өте қуаныштымын. Мен -3 килограмм тастадым. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Айтпақшы, бұл смузидің ішінде алма, сәбіз және су. Өте жеңіл екен және өте дәмді. Рахмет сіздерге.